Сәлем достар, сіздермен бірге Айжан Карибай және де блогингке саяхат онлайн сабақтары. Алдыңғы сабақта сонымен біз кіріспе сабағымызды айтқан болатынбыз, блогосфераның неден басталғанын және де қандай нүктеге келіп тірелгенін. Және де түсінгендеріңіздей, блогосфера өзіндік бір жеке парақшалардан әлеуметтік желілерге көшті, және де қазіргі ең ірі біздің әлеуметтік желіміз, және де блогерлердің көп шоғырланған жері ол Инстаграм желісі. Инстаграм туралы білмейтін адам жоқ, қазірде көбісінің телефондарында бұл әлеуметтік желі бар, ал егер де сіздерде мүмкін жоқ болса, бірінші рет естіп тұрсаңыздар, онда қазірде біз нөлден бастап Инстаграмды қалай телефонға жүктеу керек, және де қалай онымен қолдану керек жайында сөйлесетін боламыз. Инстаграм дегеніміз ол бізде мобильді қосымша, сол себепті оны біз телефонымызға жүктеп аламыз. Егер де сіздерде Android болса, онда Play Market'тен жүктейсіздер, ал егер де iPhone қолданатын болсаңыздар, онда App Store'да ашатын боласыздар. Өте ыңғайлы, App Store'да ашасыздар, және де ол жерге Instagram деп жазатын боласыздар. Instagram'ды жазғаннан кейін оның өзі жүктеле бастайды, және де сіздерге енді тіркелу керек болады. Инстаграмға тіркелу үшін сізге және де кез келген жалпы әлеуметтік желіге тіркелу үшін сізге өзіңіздің жеке почтаңыз керек болады. Ол почтаны сіздер кез келген жаңағыдай почта қызметтерінен өздеріңіз тіркеле аласыздар. Ол немесе Mail.ru болуы мүмкін, және де gmail.com. Мен сіздерге gmail.com-ды қолдануды кеңес беремін, өйткені ол жаңағыдай кәсіби болып саналады, және де көптеген Google-дың YouTube болсын, басқа да Google-дың қызметтерін сіздер осы gmail.com-нан ала алатын боласыздар. Сонымен алдымен егер де өзіңіздің почтаңыз болмаса, онда gmail.com-нан өзіңіз почта шығарасыз, яғни почтаға тіркелесіз, одан кейін сол өзіңіздің логиніңізді алып Инстаграмға тіркелетін боласыз. Кез келген бір логинді алып тіркелсеңіз болады, өзіңізге ыңғайлы сіз ол жерге пароль қоясыз, құпия сөзді енгізесіз, және де бірден Инстаграмыңызды өзіңіздің телефоныңызға тіркеп байланыстырып қойсаңыз болады. Бұл дегеніміз келешекте біз осы Инстаграмда қауіпсіздік туралы сөйлесетін боламыз. Өзіңіздің аккаунтыңызды қалай қауіпсіз қылуға болады? Кез келген жаңағыдай қазірде айтап жатамыз, мошенниктер болады, өзіңіздің аккаунтыңызды сындырып, жаңағыдай бұзып жатады. Сондай нәрселер болмас үшін сізге жақсылап бір құпия сөз жасау керек. Сонымен Инстаграмдағы тіркелу біткеннен кейін сізге Инстаграмның басты интерфейс ашылады. Сіз бірден өзіңіздің достарыңызды тіркесеңіз болады, немесе жалпы өзіңіз білетін танымал блогерлерге жазылуға да болады. Сонымен Инстаграм дегеніміз ол әр адамның өзінің жеке парақшасы десек болады. Яғни сізге осындай интерфейс ашылады. Мен қазірде өзімнің жеке парақшамды сіздерге көрсетіп тұрмын. Бұл жерде бірден біздің көзімізге түсетін нәрсе ол біздің парақшамыздың атауы. Яғни жаңа айтып кеткен сіздердің бастапқы кезде тіркелген логиндеріңізді енді ауыстыратын кез келді. Жалпы Инстаграмдағы никнейм деп айтамыз. Бұл никнеймді қоюдың өзі бір үлкен жатқан өнер десек болады. Өйткені сіздің никнейміңіз қандай, және де сіз сол никнейм арқылы не білдіріп тұрсыз, бұл өте маңызды. Ең басты ереже ол сіздің никнейміңіз айтып тұрғандай өзіңіздің атыңыздан құрылу керек. Бұрындары Инстаграм енді пайда болғанда бізде көптеген никнеймдар болған, жалпы сандарды қосу арқылы, немесе керексіз бір астыңғы сызықшаны қосу арқылы, және де бір керексіз сөздерді қосу арқылы, ондай нәрселер, ондай никнеймдер қазірде ешқандай да өзектілігі жоқ. Сол себепті ең басты ереже өзіңіздің атыңыз болсын, немесе өзіңіздің фамилияңыз болсын, және де жалпы мысалға менің никнеймім Айжан Карибай болса, оның ортасына нүкте емес, біз астыңғы сызықша қоямыз. Астыңғы сызықша, яғни бізде пробел ретінде саналады. Егер де сіз ол жерге нүкте қоятын болсаңыз, онда кәдімгі өмірде сіз Айжан нүкте Карибай деп мысалға жазбайсыз. Сіз Айжан Карибай, яғни пробел арқылы жазасыз. Сол себепті сол пробелдің орнына бізде Инстаграмда астыңғы сызықша саналады. Осы нәрсені ұмытып кетпеңіз. Егер де сіз бір басқа аккаунтты жүргізетін болсаңыз, мысалға бизнес аккаунт немесе мейрамханалардың бір аккаунты болса, онда сіз бастапқы өзінің жеке атауына қасына локациясын қойсаңыз болады. Мысалға Алматы, жаңағыдай Нұр-Сұлтан, Шымкент деген сияқты, ол мейрамхана болсын, ол бизнес бір дүкен болсын, ол қай жерде, сол жердің атауын қойсаңыздар болады, локациясын қойсаңыздар болады.
Және де тағы да қандай аттар бар? Мысалға, егер де өзіңіздің фамилияңыз тым ұзын болса, немесе бір ағылшынша әріптермен жазуға ыңғайсыз болса, онда ол өзіңіздің фамилияңызды қысқартып жазсаңыз, немесе атыңыз бен фамилияңыздың қосындысын бір әдемі сөзді қорытып жазсаңыздар болады. Және де бұрындары танымал болған, мысалға Айжан official, немесе жаңағыдай just, немесе сондай бір ағылшынша керексіз сөздер қазірде өзектілігі олардың жоқ. Қазірде олай никнеймдеріңізді атамаңыздар. Және де мысалға 077, 91, 111 деген сияқты керексіз сандарды алып тастаймыз. Жай ғана өзіңіздің атыңызды, немесе өзіңіздің фамилияңыз мысалға әдемірек болса, және де өзіңіздің тұратын қалаңызды, егер де сіз қала жайында бір блог жасайтын болсаңыз, солай бір ориентировочный бір нәрсе сөзді жазсаңыздар болады. Және де әрине сіздің блогыңыз не жайлы, осыған да байланысты. Егер де мен бұрынырақтарда стиль жайлы жазатын болғам, сол кезде мысалға Айжан стайлист деген мысалға сондай бір сөзді қоятын болғам. Немесе тек қана бір өмірім жайлы жазатын болсам, lifestyle деген сондай бір сөздерді қолдануға әрине болады. Бірақ сөз тіпті қатты ұзын болмау керек, қысқа, ықшамды, және де құлаққа жағымды. Және де ең бастысы, ағылшынша оқығанда ол әріптердің бір қойылу реті өте әдемі, бір-біріне үйлесімді болу керек. Бұның барлығы біздің никнейміміз жайлы. Енді келесі нәрсе, сіздер никнеймнің жанында міндетті түрде аватарыңызды қоясыздар. Аватар дегенде өте маңызды. Егер де сіз кәсіби блогер боламын десеңіз, егер де бір салада кәдімгідей машықтанамын десеңіз, онда сіз аватарыңызды өте мұқият таңдағаныңыз жөн. Аватарда алыстан алынған бір суреттер, немесе бірнеше адам болып түскен достарыңызбен түскен суреттер, мысалға, олар жарамайды оған. Аватарға қойылатын сурет өзіңіздің суретіңіз болу керек, және де өзіңіздің суретіңіз жақыннан барынша жаңағы операторлардың айтуы бойынша крупный план деген болады. Барынша крупный план болғаны дұрыс. Ірі план деп айтамыз. Ол жерде сіз алыстан тұрған мүмкін бір үлкен ғимараттың жанында тұрған суретіңіз келмейді, немесе бір табиғаттың, бір сондай басқа оқшауланған заттардың жанында тұрған ондай да суреттер келмейді. Жай ғана өзіңіздің портреттік ірі планыңыз болғаны өте жақсы. Және де өзіңіздің аватарыңыздағы түстерге де мән берсеңіз өте жақсы болады. Түстер мысалға сіздің киіп тұрған киіміңіз ашық, барынша мысалға менің қазіргі киімім сияқты. Және де өзіңіздің бетіңіз барынша ашық көріну керек. Және де ең бастысы эмоция. Эмоцияңыз күлімдеп тұрған, адамға бір мейірім төгіп тұрған, мысалға сондай бір эмоциямен түссеңіз, ол аватарыңыз сіздің тартымдырақ болады. Көптеген парақшалардың арасынан мысалға қарап қалған кезде сіздің аватарыңыз күлімдеп, адамға бір жылулық сыйлап тұрса, міндетті түрде сіздің парақшаңызға адамдар кіріп, бұл қандай адам екен деп қызыға бастайды. Міне достар, сонымен аватарымызды қойдық. Менің де мысалға аватарымды қарап қойсаңыздар болады. Менің ірі планда тұрған тек қана басым тұр. Ендігі нәрсе біздің ол никнеймімізді қойдық, аватарымызды қойдық. Енді бұл жерде біздің описание дейді, біздің яғни кім екеніміз, және де бұл өмірде не істеп жүргеніміз, инстаграмды не үшін ашқанымыз, инстаграмда не туралы сөйлейтінімізді білдіретін біздің мына жерде жазуларымыз бар. Бұл жазуға ең бірінші жеріне әрине сіздер, мен өзімнің атымды жаздым, Айжан Карибай, блогер, және де менің қазірде өмір сүріп жатқан қалам ол Алматы деп жаздым. Бұл да өте бір жайдан жай жазылған нәрсе емес. Көп ретте маған дәл осы жазу көптеген адамдармен танысуыма, көптеген мүмкін клиенттер алып келді маған десем болады. Өйткені мысалға Ресейде немесе басқа бір қалалардан, жалпы мысалға Нұрсұлтанның өзінде тұратын бір агентство бар дек, олар жаңағыдай Алматыдағы бір блогерлерді дей бастайды. Кімдер бар екен деген сияқты. Мысалға бір өздерінің өнімдерін сізге беріп, соларды жарнамалағысы келеді. Сол кезде олар не істейді? Бірінші поиск деген бар инстаграмда, яғни сіздер мынау поискқа жазсаңыздар, кез келген атау бойынша, мысалға аккаунт бойынша, тегтер бойынша, және де орындар бойынша сіздерге адамдар табылады. Сол жерде көбісі, мысалға агенттер болсын, көбісі жаза бастайды. Блогер Алматы, яғни Алматыда тұратын қандай блогерлер бар деп. Немесе қазақ тілді блогерлер қандай.
Сол кезде бірінші болып, егер де сіздің атауыңыздың жанында Алматы деген болмаса, онда сіз ең соңында қарай шығып кетуіңіз мүмкін. Ал егер де блогер Алматы Айжан Карибай деген жазу бірінші болып тұрса, онда Алматыдағы блогер сіз екен деп адамдар сіздің парақшаңызды қарайды. Егер де сіздер оған келетін болсаңыздар, міндетті түрде жарнаманы сізге береді. Өзімнің жеке тәжірибемнен айтам, бұл көп жерде шынымен де маған жаңа клиенттерді осылай алып келді. Сонымен достар, қараңыздар, Айжан Карибай блогер Алматыны түсініп алдық деп ойлаймын. Келесі жерге, мына жерге бізде символдар өте көп емес, бір 140-200 символдай жетеді. Сол үшін біз бұл жерге өзіміз кім екенімізді бір сөзбен, бір-екі сөйлеммен барынша анықтап жазу керекпіз. Мысалға, мен блогермін, және де мен стиль туралы көптеген нәрселер жазам, өзімді стилист ретінде де позиция жасаймын, және де мен тележүргізушімін, және де ютубермін. Осының барлығын біз бір-екі жолға жазамыз, және де жалпы мен не туралы жазам? Мен қарым-қатынас, өзін-өзі дамыту, бьюти кеңестер туралы жазамын. Былайша айтқанда лайфстайл, бірақ лайфстайл десек, мысалға көп адам түсінбеуі мүмкін. Сол себепті ашып сізде қандай тақырыптар көп болады, және де қандай тақырыптарда сіз өзіңізді эксперт ретінде көрсете аласыз. Осы нәрселерді жазуға болады. Және де ең соңында менде сәнді әрі мәнді өмір салтына үйретемін деп жазылған. Бұл жерде өте маңызды. Сіздің блогыңызға келгенде адам не ала алады, немесе сіз нені үйретесіз, нені насихаттайсыз, жалпы сіздің кредоңыз дейміз, сіздің сондай бір өзіңізді анықтайтын бір сөйлемді жазу керек. Және де бұл жерде ең соңына сілтеме қоюға да болады. Мен өзімнің YouTube-тегі өзімнің арнама сілтеме қойып кеттім. Өйткені ол да менің екінші бір арнам, яғни екінші бір әлеуметтік желіні өте сәтті жүргізетін платформам. Сол себепті Instagram мен YouTube әрдайым менде бірге жүреді. Достар, міне сіздер өзіңіздің парақшаңызға қарай, мүмкін сіз қызықты видеолар түсіретін шығарсыздар. Ол кезде әрине сізге бұндай бір салмақты сөйлемдер емес, бір өзіңіздің қызықты, мысалға, маған кірсең шыға алмай қаласың деген сияқты бір сондай қызықты фразамен өзіңіздің парақшаңыздың бүкіл концепциясын берсеңіздер болады. Бұл енді бүгінгі біздің сабағымыз Инстаграмды жүктеу, ол жерге никнейм қою, және де аватар таңдау, және де ең бастысы біздің мынау күнделігіміздің басты беті десек болады, немесе журналдың басты обложкасы десек болады. Сол обложкамызды қалай сауатты түрде толтыру жайында болды. Енді келесі сабақтарда мына жерде көріп тұрғандарыңыздай иконкалар бар. Бұларды қалай толтыруға болады, және де жалпы не туралы жазамыз, өзіміздің нишамызды қалай таңдаймыз, сол жайында баяндайтын боламыз. Бізбен бірге болыңыздар.